25 майға состояние сайттың, получается, мына основной сайт, главная страница қазір мендегі. Мына жерде баннер өзі автоматически өзгеріп тұрады. Былай жасаңыз, мына жерде про нас деген раздел, сосын пошен бассаңыз, мына жақта мына страницаға перенаправить етеді. Мына жерде өзіңіз біздің ана бойынша информация бар, сайт бойынша. Потом мына жерде новости болады, өзіңіз қазір мына жерде жоқ, өзіңіз қосқаннан кейін пайда болады. Потом благотворительность деген мынандай бар, қарап танысып шықсаңыз болады. Одан кейін так, главная страницада мына жерде новости, мына жақта тоже шығып тұрады. Мына жерде галерея деген, қазір мына жерде скролл етіп тастадық. Если былай жасайтын болса, мына жерде галерея болады, и ол жердегі фотолар былай шығып тұрады. Мына ортаға жылжытса болады, чуть-чуть оны турлап жіберу керек. Так, одан кейін мына жерде законодательство деген, который документтер, мынаны бассаңыз документтер шығатын болады. Қазір просто менде документтер жоқ болған үшін шықпай отыр, а так нормально шығады. Просто мына ссылкасын өзгертіп қою керек, сол кезде дұрыс шығады. Потом бізде мынау магазин частына өтетін болсақ, вот мына жерде тоже баннер, мына жерде біреу ғана, то есть екеу, вот автоматически өзгеріп тұрады. Мына жерде бенефиттар, мына жерде категориялар, Каспий сияқты категориялар шығып тұрады. Потом рекомендуемые продукты деген, мына жерде өзіңіз админкадан настроить ететін продукттар, солар шығып тұрады. Так, потом магазин деген, мына жерде тоже товарлар шығып тұрады. Пока что товарлар жоқ мына жерде, потому что мына категория бойынша товарлар жоқ, оны өзіңіз админкадан қоссаңыз автоматически шығатын болады. Потом мынандай распродажа, хит товаров, новые поступления деген осындайлар бар. Байқасаңыз әрқайсында әртүрлі. Потом астына мынандай футер бар, мынаған кірсеңіз FAQ. Мына жерде вопростар жоқ, просто қазір вопростарды өзіңіз қосып қойсаңыз шығатын болады. Потом мынау WhatsApp-қа перенаправить етеді, мына номерге, мынау Инстаграмға, мынау Телеграмға перенаправить етеді. Осындай играющий заттар бар. Потом мынаны былай жасайтын болсаңыз, келесі категорияларға өтеді. Осындай. Сосын мына жерде бассаңыз, мына все товары дегенге өтеді. Мынаны бассаңыз, магазин десеңіз, магазинге перенаправить етеді. Мына жақта тоже категориялар бар. Мына жерде тоже бар, вот мынандай болып шығады. Тестовый, допустим, мынаны басатын болсақ, мына бойынша товар жоқ. Так, мынаған басатын болсақ, мына бойынша товарлар шығады. Мына жақтан тоже өзгертсе болады. Потом мынандай тег деген бар. Допустим, все товары кремс для собак, для кошек, акции дегенді бассақ, ондай тегтер бойынша получается товарлар жоқ та. Сосын мына жерде ценасын қойсаңыз болады. Допустим, 80 теңгеден сколько там, автоматически поиск жүрген үшін кішкене турлау керек осын. Так, 500 теңге деп алайық. Мынандай қылайық. Применить дейміз, сол кезде мынандай 500 теңгелік товарлар шығады. То есть 500 теңге болған мыналар шықпайды. Мына жерде тоже фильтр бар, мына жақтан тоже қойса болады фильтрларды. Только со скидкой деген, то есть бізде скидка устанавливать етсе болады, оны қазір көрсетем. Просто қазір скидка жоқ. Потом бізде, допустим, мына затты мен мынаған қосайын, мына в корзину деп шығып тұр. Обновить ету керек емес, негізі просто мына жерде қазір сондай болып жұмыс істеп тұр. Допустим, войти для оформления, мына жерде қараңыз, оформить ету үшін кіру керек болады. Мына жақта список желаний да ештеңе жоқ. Войти дегенді басамыз. Допустим, мен өзімнің юзермен кірем. Регистрация тоже нормально жұмыс істеп тұр. Кірдім. Потом вот мына жаққа өттім. Видите, мынау одан алдын добавить етілген товар, корзинаға мынау қазір добавить еткен товарымыз. Допустим, мына жаққа кіріп қарайтын болсақ, ештеңе жоқ. Былай жасайық, все един. Былай жасайын. Мына жақта вот видите, мынандай болып шығып жатыр. Екі товар қосылды мына жаққа уже. В корзину деген бар, или болмаса мынандай удалить деген бар. Мына жақта да мынандай удалить деген бар, или болмаса көбейту деген бар. Потом вернуться в магазин деген, чтобы тағы да данныйларды қосу үшін оформить заказ дегенді басамыз. Мына страницаға перенаправить етеді. Редактировать корзину десек, мына жаққа қайта
способ оплаты мына жерде QR тұрады, былай басса QR шығады, или болмаса Каспий ссылка мынандай, или болмаса WhatsAppқа жазса болады. Вот мына жерде полная суммасын көреді, вот 30 000 плюс 15 000, 45 000 скидка 0% болып тұр, пока что бесплатно доставка. Мына жерде адресін таңдаймын, мен мынандай қылып таңдадым, или же добавить новый адрес деп Алматы 2 Тарайбек деп қосып қояйық. Адрес по умолчанию дейтін болсам, сохранить адрес деймін. Келесі жол осыны автоматически таңдап тұратын болады, осы адресті. Комментарий: принесите побыстрее, позже дейміз. Сол кезде, допустим, оформить заказ дейміз. Вот мынандай ваш заказ оформлен деп шығады. Ожидать подтверждения. Мына жерде чуть-чуть стиль қосып жіберу керек. Мына жерде этапносты көрсетеді. Допустим, енді одан кейін негізі мына жерден кейін перенаправить етіп жіберсек болады. Мои заказы дегенге мына жақта профильға кіреміз. У вас 3 активных заказов дейді. Активный заказдар үшеу. Так, мынаны басатын болсақ, вот мои заказы шығып тұр мына жерде. Видите, мынау соңғы заказы, датасы, суммасы. И мына жерде номер заказа. Мынаны былай басатын болса, товарға өзін перенаправить етеді. Мынаны былай басатын болса, товарға перенаправить етеді. Допустим, подробнее дейміз. Ішіне кірсек, мына жерде суммасы вот 2 штук 15 000 теңгеден 30 000 теңге, 1 штук 15 000 теңгеден 15 000 теңге. Информация о заказе мынандай, датасы, адрес доставки, мынау контактный номер, который клиенттің номері шығып тұрады мына жерде. И примечание принесите побыстрее дегендей мынандай. Способ оплаты мынаны чуточку настроить ету керек. Оны өздеріңіз настроить етіп аласыздар, потому что бізде ол не согласовали в общем. Это кішкентай зат торлап қойса или керек емес те зат. Сосын мына жерде ол статусын көріп тұрады. Допустим, ожидает подтверждение оплаты. То есть ана жақтан біздің логика бойынша менеджер оплатаны өзгерту керек еді ғой. Вот сондай. Потом оплачен деген болады и в обработке болады. Сосын обработка жасап болған клиент жіберетін кезде в доставке дегенге өзгереді. То есть продавец жіберетін кезде в доставке, получается, доставкадан клиент алған соң завершен болып өзгереді. Или болмаса клиент отмена жасайтын болса, отмененді болып өзгереді. Бірақ пока что отмена жасайтын жоқ клиенттің өзінде. Такс, одан кейін, или бар ма? Не помню. Такс, одан кейін, допустим, профильға кірейік, мына жерде редактировать профиль, мынандай бассаңыз өзіңіздің данныйлар шығады, соларды редактировать етсеңіз болады. Или болмаса обновить пароль дегенге старый парольді жазасыз, мына жерде новый парольді жазасыз. Потом выйти десеңіз шығып кетеді. Енді мен қазір мынау админнің рөлі бар, Жасырбек дегенде. Просто өзім жасай салдым. Мына жерде тілді бассаңыз өзгеретін болады мынандай болып. Так, мына жерде жоқ. Вот мына жақта дүкен, мынандай. Мыналардың барлығы орысша болған соң, қазір орысша тұр, а так қазақша болады. Так, бүйтейік. И админкаға кірейік. Вот админкаға кірген кезінде мынандай главное бар, новый продукт қосатын жер бар, осындай қоссаңыз болады. Или болмаса новая новость, не актуально, по идее, мынаны алып тастай салу керек. Новый опрос, мына жерде викторина создать етесіз, клиенттеріңіз өте алады. Допустим, викторина 1, описание. Создать викторину дейміз. Ладно, чуть позже қарайым. Допустим, мына жерде продукты дейміз. Продуктыда фильтрация тоже бар, мына жақта мынандай болған. Все категории дейміз, барлық тауарларын шығады. Но мысалы нет в наличии, мына сайтта көрінбейді. Даже көрінсе де ол заказ қылуға невозможно. Потом клиент ссылкамен өтіп береді, сол кезде заказ қыла алмайды да. Корзинаға қоса алмайды, басқа жерге қоса алмайды. Потом мынау что в наличии, бірақ не активен. Қазір мына басатын болсақ активный болады. Мынаның әрқайсының өзінің ID-шкісі бар. Оны тоже шығартып қойса болады мына жерге. Пока что менде олсыз. Потом мына жерге поиск, допустим, препарат дегенде іздейік. Препарат. Вот видите, препарат дегендер шығады осылай. Продукт десеңіз, продуктпен ондай названиемен жоқ болған үшін, вот, допустим, продукт десеңіз, басында жазып бастасаңыз, сразу сондайлар шығып бастайды. Допустим, копи дейік. Копи. Мынандай вот продукт, копи дегендер осындайлар шығады. Поиск өте жақсы жұмыс жасайды. Потом, ладно,
Потом допустим мына жерге қараңыз, мына неактивный болып тұр ғой. Давайте мынаны бүйтейік. Препарат мынандай вот продукт 1 активный болып тұр, оны неактивный үшін мынандай жасай саласыз, и количествосы ценасы мынандай, количество на складені оны 100 деп қойсаңыз, обновить продукт дейміз, ол келесі страницаға көшіп кетті тоже. Вот не продукт 1 мынандай болып 100 штук в наличии, бірақ неактивен, потому что біз неактивен қылдық. Потом оны копировать ететін болсаңыз, допустим былай жасасаңыз болады. Мынаны жасайсыз, создать копию дейсіз, сізге копия создать етіледі, обновить етіп жіберсеңіз, вот мына жерге продукт 1 копия мынау шықты, видите. Бірақ мына нет наличия, оны наличие қою үшін мынандай данныйларын өзгерту керек. Характеристикасы бар мынандай, ол потом товардың страницасында көрсететін боламыз. Мынандай качествосы бар, активный, рекомендуемый. Жаңа көрдіңіз ғой мына жақта localhost. Вот мына жерде рекомендуемые товары деген бар еді. Ішінде болады ол. Так, ішіне кірейік. Похожие товары, вот новые поступления, распродажа, хиты продаж деген осындайлар бар. Так, мына жерде фото загружать етсеңіз болады. В общем, полностью дайын ғой. Одан кейін категория деген бар, мына жерде қоссаңыз болады, өзгертсеңіз болады. Вот видите, мынандай иерархиямен мынаған, мынаныкі, мынау. Допустим, мына жерде мынандай дейміз. Добавить категория дейміз. Тестовый деге. Мына жерге родительская категория, магазин деп қоямыз. Сол кезде мынандай тестовый деген шығады. Видите, мынандай, вот мынаныкі мынаған тиесілі, мынаған тиесілі. Сондай фото да қойсаңыз болады, мына жерге фото қойасыз, ол потом ана жақта шығатын болады. Так, келесі бізде брендтер, мынандай брендтерді қосып қойсаңыз болады, тоже мындай. Өшіргіңіз келсе мынандай болып, каждыйына мынандай шығады. Өшіргіңіз келе ма дегенде, чтобы клиент случайно жазып жібермеу үшін. Потом мынандай тегтары бар. Өзіңіз білесіз шығар, типа тегтармен іздейтін. Изображение, мына жерге изображение загружать етсеңіз, ол ана жақта шығатын болады. Способ оплаты, Каспий, мынандай. Вот Каспий, цвет, ссылка мынау, который фотоға. Вот WhatsApp, Каспий QR, мындай. Былай алып қарайтын болсақ, мына фото шығады. Мына жерде Каспий банкте тоже сондай. Так, келесі бізде акциялар. Вот мынандай акциялар бар. Допустим, қазір бүйтейік. Сайтқа кіріп қарайық. Все товары дейік. Магазин. Все товары. Мына жерде ешқайсында акция жоқ. Акция жоқ. Так, енді бүйтеміз. Біз мына жерге акция добавить етейік. Летняя распродажа дейік. Допустим, 30% скидки қойып, активно дата начала бүгін, дата окончания, жоқ, дата начала 05-24 кешегі датаны ала салайық. И мына жаққа 30 күні бітейік дейді да. Мына жерде товарларды таңдай аласыз, көрдіңіз ғой. Допустим, бітейік. И бітейік. ID-шкалар шығып тұр мына жерге, кстати. Кстати, активный товарларды қосып қойық. Наличие, неактивен, активен, мынау қосылды. Сохранить выбор дейміз, сохранить дейміз. Мынандай активный болып шықты. Информация бассаңыз, мына жерге вот мындай информациясын көрсеңіз болады. Также қандай товарлар участвовать етіп отыр, соларды тоже көрсеңіз болады. Мына жерге шықпай тұр, көру керек. Так, потом удалить етсеңіз болады. Или мынаны бассаңыз, деактивация болады, неактивный болады. Сол кезде енді қазір қарайық, мынаған кірейік. Мына жерде ештеңе жоқ. Мына жерде бүйтейік. Localhost. Так, мынандай магазинге кіреміз. Мына жерге кірейік. Все товары дейік. Вот видите, акция деп тұр. 30% 100 теңгенің мынандай. Вот осы товарларды көрсеттік. Допустим, мына товарды көрейік. Қайсы товарды қостық? Ладно, оны чуть позже қарасақ болады. Вот мына жерде осы товарлар. Вот мына префикс деген ID-шкаланы кіретін болсақ, вот ID-шкасы, оны үшін мынаны тоже. Вот
30% скидка мына жерде көрсетеді. Товардың ішінде вот фотосын былай қараса болады. Көп фото болатын болса өткізіп қараса болады. Допустим, мына жерде корзинаға қосылсын жазса болады. Купи сейчас деген сразу сатып алатын страницаға жібереді. Корзинаға в избранное деген мына жаққа қосады. Мына жерде поделиться етсе болады. Мынау вот описаниясы, мынау общая информация. Мына жерде вот бренды кликон деген. Так, бренді получается мына жерде кликон, категория шоп. Мыналарды басса сол категорияда товарларды көрсететін болады. Политика возврата мына жерде өзіңіз информация қосуыңыз керек. Похожие товары деп сол категория бойынша типа соған ұқсаған товарлар ғой. В общем сондай. Так, содан кейін қай жерге келдік. В общем осындай акцияны өзіңіз тағы да өзгертсеңіз болады. Потом способ оплаты көрсеттім. Мыналарда вот заказдар, кстати, түскен заказдар бойынша, допустим, мынау жаңа мен 45 мыңге жасадым ғой, ожидает оплаты деп тұр статуста. Мен оплата түскенін көремін, подтвержден деймін. Сол кезде не қылады, подтвержден болады, и мен мына жақтан өзімнің заказымды кіріп көре аламын қазір. Мындай мои заказы. Вот видите, мына жерде клиентте уже подтвержден деп көрсетіп тұр. Давайте мобильный версиясын көрсетейін сізге. Вот клиентте мына iPhone 14 Pro Max-та тұр. Сіздікі Samsung па? Вот Samsung-та мынандай болып көрінетін болады. Мына жерге кіреді, подробнее деген басады, дәл сол өзінің товарлар, мынаған басса мына жаққа перенаправить етеді. Вот информациясы қазір мына жерде оплачен болып тұр мынау. Так, қай жақта еді? Вот подтвержден болып тұр. Енді қазір мына жақта тағы да өзгертейік. Оплачен дейміз. Былай басайық. Вот мына жерде уже оплачен деген тұр. Так, мына жерде видите, мынау жылжып жатыр. Мына жерде мына жаққа өтті. Осындай болып ойнап тұрады. И, допустим, бүйтейік в обработке. Былай жасайық. В обработке мына жаққа өтті. Так, доставки и плюс завершен дей салайық. Мынандай жасайды. Вот келсе, вот уже клиентке мына полностью өтті, аппақ болып тұр, завершен болып тұр, вот осындай болып тұратын болады мына жерде информациясы өзінің сол бойынша. Так, мына жақта енді через былай жасасаңыз да болады, вот мынандай қылып. Так, қайда еді? Вот мына жерге бассаңыз, мына жаққа сізді перенаправить ететін болады. Так, админкаға көшейік. Админка бізде, потом келесі бізде новости. Мына жерде новости қоссаңыз болады. Вот создать новость деп чуть-чуть дорабатывать етіп жіберу керек. Фронттың ошибкалары шығып жатыр. Управление категориями деген категориялармен тоже. Так, бұлай галерея дегенде мына жерде фотоларды загружать етесіз. Мына көрсетпейтін етсеңіз болады, көрсететін етсеңіз болады. Архивға салып тастасаңыз көрінбейді, допустим. Только мынау ғана көрінетін болады. Келесі бізде часто задаваемый вопрос, мына который FAQ бар ғой, вот солар. Потом опросники, мына жерде викторина создать етесіз, жаңағыдай. Мен просто страницаны алып тастағам пока что. Так, потом преимущество, мына бенефиттар, мына новыйсын қоссаңыз болады, мына жерге қоссаңыз, мына жерге шығатын болады, который ана. И мына жерде анасын бересіз, сіз главная страницаның доставкада ма или футерда шығу керек па, футер деген ең астындағысы ғой. В общем, солар. Потом документы, мына жерде өзіңіз документтерді скачать етіп, редактировать етіп, допустим, редактировать дейтін болсаңыз, мына жерде сізде ссылка шығады мынандай болып. Мына жерде өзіңіз типін таңдасаңыз болады, қай жерде шығу керек болған, интернет-магазинда ма или главная страницада ма. Потом мына жерде пользовательдерді сіз көре аласыз, өзіңіз қосқан, рольда өзіңіз қосқан, пока что пользователь жоқ. Былай, username, password, мынандай, соларды қоссаңыз болады. Потом рольдары бар, суперадмин, мынандай деген. Юридические лица, мына жерде юриктар болады. Отчеты по благотворительности деген мынандай отчеттар болады. В общем, полностью дайын осындай. Чуть-чуть бір-екі жерін ғана дорабатывать ету керек, а так полностью дайын. Допустим, бүйтейік, мынандай жасайық, вот өшті, товар удален, мына жерде біреу ғана болды. В корзину десек, мына жақта шығады, видите? Мынандай вот шығады. Кстати, мынау тоже бар.
вот не чем мы можем помочь связиться с нами дегендей, мынандай позвоните дегендей. Так, главное, в общем, сондай. Даже мобильная версиясы тоже бар мынаны, қазір көрсетемін. Так, спитик, вот мынау магазин дейміз. Вот магазин шығады мынандай болып. Бір товардың ішіне кіріп көрсетейін. Мына продукт емес, мынаған клик. Вот не акция деп тұрады, ішіне мынандай информация полная. Дополнительно дегенге бассам, мынаған басады, вот осындай. Мынаған көрсетсе болады. Кстати, мына жақта төменде тоже вот проценттер көрсетеді, скидкасы болатын болса, ценасымен бірге вот мынандай. В общем, сол.